Жалпы сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің жалғастыратын тақырыбымыз ол математика сабағына байланысты болады. Оның ішінде геометрияға, ал оның ішінде бүгінгі тақырып медиана болады. Бүгінгі сабақта біз медиананың жалпы қасиеттеріне және де медиананың есеп шығару барысында қолданылатын жалпы тәсілдер бойынша тоқталып кетеміз. Сондықтан да бірінші медиананың екі маңызды бір қасиеттеріне тоқталып кетейік. Біріншісі, медиана үшбұрышты S1, S2 аудан бойынша бір үшбұрышты екі тең аудандар тең үшбұрыштарға бөледі. Яғни ол нені меңзейді? Жалпы осындай бір бізде А, Б және С деп нөмірленген үшбұрыштан АД медианасы жүргізіліп, теңдей аудандары тең екі үшбұрышты құрайды, яғни S1 және S2. Келесі қасиеті, яғни медиананың жалпы тағы да бір ABC үшбұрышын қарастырып көрейік. ABC және де B және C қабырғаларынан жүргізілген екі медиананы көрейік. Яғни С-дан CD, B-дан BE медианасы жүргізілсін. Және де осы медиананың қиылысқан жерінен оны О деп нөмірлейік. Медиананың осы қиылысқан жерінен бастап, осы нүкте әр медиананы екінің бірге деген қатынас бойынша медианаларды бөледі. Яғни BO сәйкесінше 2x болсын, OE бізде x, DO бізде y, ал OC бізде 2y. Осы қасиеттер қалай туып шықты деген бізде үлкен бір сұрақ туындайды. Сондықтан да әрбір қасиетке жеке-жеке тоқталып кетейік. Жаңағы аналогияны еске түсірейік. Яғни бізде А, Б және С деп нөмірленген үшбұрыш болсын. Жалпы А-дан А қабырғасынан БЦ қабырғасына, БЦ қабырғасын теңдей екіге бөлетіндей АД медианасын жүргізейік. Яғни БД және ДЦ тең. Жалпы есептің немесе дәлелдеудің тура бір берілген жазу керек. Сондықтан да біз ABC үшбұрышын алдық, ең бірінші. ABC үшбұрышын алдық. Кейін AD бізде медиананың рөлін ойнайды. Ал BD сәйкесінше бізде тең DC. Яғни бізге дәлелдеу керек. Осы ABD үшбұрышын ауданын S1 деп алайық, ал ADC үшбұрышын ауданын S2 деп алайық. Дәлелдеу керек S1 тең екенін S2-ге. Оны қалай дәлелдейміз деген сұрақ туындайды. Жалпы А қабырғасынан бұл нөмірленген аудандарды өшіріп тастайын. Менің ойымша жалпы түсінікті. А қабырғасынан BC қабырғасына дейінгі биіктік жүргіземіз. Жүргізілген биіктік бізге AH деген атқа ие болсын. Жалпы бізде биіктік жүргізу барысында екі тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Ол BHA және AHC. Есептің шешілуінде біз AH-тың биіктік екенін көрсеткеніміз жөн болып табылады. Жалпы биіктік жүргізілді. Енді қандай қадамға аттап басамыз деген сұрақ туындайды. Жалпы біздің білуімізше BDA үшбұрышы доғал бұрышты үшбұрыш. Себебі BDA бұрышы бізге көрініп тұрғандай доғал бұрыштың, яғни 90 градустан үлкен бұрыштың мәніне ие болып табылады. Оны альфа деп нөмірлеп қояйық. Жалпы біздің білуімізше, жалпы әртүрлі одан бұрын болған математика сабақтары бойынша
біз доғал бұрышты үшбұрыштың ауданын қалай табатынымыз туралы кішкене бір еске түсіріп кетейік. Яғни мынау бұрыш альфа бұрышы доғал болса, онда мынау ананы А қабырға дейік, А қабырғаны созамыз. Және де мынау А нүктесінен А қабырғасының созындысына қашықтық түсіреміз. Сол қашықтық түсіру арқылы біз доғал бұрышты үшбұрыштың ауданын таба аламыз. Оны қалай табамыз? Жалпы ABH үшбұрышының BDA үшбұрышының ауданын тауып көрейік. SBDA. SBDA үшбұрышы жалпы бізге мәлім 2/1. Яғни үшбұрыштың формуласы бойынша 2/1 көбейтілген биіктік түсірілген қабырға. Бұл жерде біз BDA үшбұрышының ауданын тауып жатқанымыздан біз BD қабырғасын аламыз. BD қабырғасының көбейтіндісі жалпы түсірілген биіктікке. Яғни ол бізде AH. Жалпы бұл S1, яғни SBDA үшбұрышының ауданы болып табылады. Біз оны тауып алдық. Келесі біздің жасайтын ісіміз, яғни ADC үшбұрышының ауданын табу. ADC үшбұрышы жалпы бірден көзге көрінетіндей сүйір бұрышты үшбұрыш болып табылады. Сондықтан да біз жаңа жүргізілген AH биіктігін қолдана отырып аудан таба аламыз. Ол үшін бірінші тауып жатқан үшбұрыштың ауданын жазып қойдық. Ол SADC. SADC-ның ауданы неге тең болады? Жаңа айтып кеткендей 2/1 көбейтілген биіктік AH көбейтілген DC. SADC мен SBDA үшбұрыштарының ауданы табылды. Сондықтан да біз жалпы екі үшбұрыштың аудандарының формуласына қарай отырып не көре аламыз? 2/1 AH және де BD және DC қабырғасы бір-біріне тең болып табылады. Оны біз берілгенде жазып қойған едік, және ол айға таңба басқандай белгілі болды. Сонда BD және DC қабырғалар тең болғандықтан біз мынау жалпы SADC мен SBDA аудандарының бір-біріне тең екенін нақты айта аламыз. Яғни SBDA SADC-ға тең болып табылады. Дәлелденді. Бірінші қасиеті, медиананың бірінші қасиеті осылай дәлелденеді. Яғни екі үшбұрыштың ауданын табып отырып, олардың қабырғаларының тең екенін біле отырып, формуланы жалпы түрге келтіре отырып, осындай нәтижеге ие болдық. Менің ойымша ол нақты түсінікті болды, сондықтан да оны өшіре берейік. Келесі біздің медианамыздың қасиеті, жаңа мен айтып кеткендей, қатынасқа тіреледі. Жалпы түрдегі бір дұрыс емес бір үшбұрышты алып көрейік. Яғни A, B, C. Қабырғалар мүлдем тең емес, бірақ B және C нүктелерінен медиана жүргізілсін. B-дан бізде BD медианасы, ал C-дан CE медианасы жүргізілсін. Біздің білуімізше медиана одан жүргізілген қабырғаны теңдей екі жағға бөледі. Яғни BE мен EA тең болады, AD мен DC тең болады. Берілген бойынша бізге ABC үшбұрышы берілді. Және де CE
BD бізде медиана екені белгілі. Медиана. Бізге дәлелдеу керек. Яғни осы екі медиананың қиылысқан нүктесін О нүктесі деп алайық. О нүктесі бойынша Оның О демей қояйық. Яғни ОЦ-ның Оға қатынасы тең болады. БО-ның бөлінген ОД-ға қатынасы екінің бірге қатынасы тең екенін дәлелдеу керек. Жалпы не істей аламыз? Біріншіден, біздің бірінші жасайтын ісіміз, яғни БО және ОЦ қабырғалар бойынша жұмыс істеу. Яғни БО қабырғасын теңдей жартысынан болатын бір нүкте алайық. Яғни БО қабырғасы бойынша тең жарты нүкте бізде F нүктесі болсын. Ал ОЦ қабырғасы бойынша медианасының бөлігі бойынша бізде тура ортасы G нүктесі болсын. Жалпы BF FO-ға тең, ал OG GC-ға тең. Жалпы келесі біз не істей аламыз? Яғни біз осы туындаған екі нүкте бойынша FG, ED нүктелерін бір-бірімен қосамыз. Яғни FE-ні FG мен ED. Жалпы екі туындаған нүктені медианалардың қиылысу нүктелері бойынша қосудың нәтижесінде бізде төрт бұрыш пайда болды. Осы төрт бұрышқа негізделе отырып, белгілі бір тұжырымдамаларға көз жөнелтеміз. Жалпы ең бірінші BOC үшбұрышы туралы не айта аламыз? BOC үшбұрышы BO және OC қабырғаларын теңдей екіге бөлетін FG қабырғасы. Яғни FG бізде BOC үшбұрышының орта сызығы болып табылады. Жалпы біздің білуімізше FG егер орта сызық болса, онда FG тағы да BC табанының жартысына тең болады. Өлшем бойынша. Және де FG параллель болады бізде BC қабырғасына. Одан не көре аламыз? Тағы да біз F және E, G және D, E мен D-ні F пен G-ні қоса отырып, біз F, E, D, G деген төрт бұрышты пайда еткіздік. Жалпы E-ді бойынша не айта аламыз? E-ді мұны берілгенді өшіге сайын. Яғни бізге ең маңызды FG-ның BC-ға параллель екені болды. Оны бұлай айқындап қояқ. Жалпы E-ді бойынша ABC E-ді ABC үшбұрышының орта сызығы болып табылады. Яғни E-ді жаңа FG секілді орта сызықтың қасиеттеріне ие. Демек ол BC-ның жартысына тең, BC-ның жартысына тең, және де E-ді BC-ға параллель болып табылады. Сонда бізде E-ді де FG-ді BC-ға параллель болып табылады. Одан не көре аламыз? Яғни FG E-діға параллель. FG және өлшем бойынша E-діға тең. Осында жазып қояқ. FG E-діға тең. Осы біздің тапқан үш тұжырымдама бойынша біз FG, E-ді
төрт бұрышының параллелограмм екенін біле аламыз. Мынаның бәрі керек жоқ. Оны дәлелдеп қойдық, яғни F, G, E, D бізде параллелограмм. Параллелограмм болып табылады. Яғни бізде FD және EG жалпы параллелограммның диагональдары болып табылады. Сонда бізде FO, OG осы параллелограммның диагональдарының жартысы болып табылады. Сәйкесінше OG бізде параллель тең болады OE-ге, FO тең болады бізде OD-ға. Оны көрсетіп қояйық. Жалпы көріп тұрғаныңыздай бізде BF, FO, OD бір-біріне тең. EO, OG, GC бір-біріне тең. Яғни BD 3x-ке тең болады, ал BF пен FO-ның қосындысы бізге неге тең? BF пен FO-ның қосындысы бізге 2x-ті береді, ал 2x сәйкесінше бізде сурет бойынша BO-ны береді. Жалпы бізге дәлелдеу керек OB мен OD-ның қатынасы екінің бірге қатынасына тең екен. BO бізде 2x болса, оны жазып қояйық, BO қатынасы OD-ға, BO егер 2x-ке тең болса, ал OD бізде x-ке тең болса, оны қысқарта келе екінің бірге қатынасына тең екенін нақты білуге болады. Жалпы осы берілген видеороликті, видеокурсты математика пәнінен сабақты көргеніңізге көп рахмет, көп алғыс айтамыз. Келесі аптада жүздескенше. Сау болыңыздар. Talk